Біздің бүйрегіміз орта есеппен 1,5 келедей тартатынын және ең маңызды функциялардың бірі токсиндерді залалсыздандыратынын білесіздер ме? Сондықтан денсаулығымызға бей-жай қарамай, оған Б гепатиті сияқты қауіпті инфекция жұғуы мүмкін екенін білуіміз керек. Б гепатитімен кез келген адам ауруы ғажап емес. Өйткені ол қан арқылы стерилденбеген құралдарды пайдаланғанда, жыныстық қатынас және инфекция жұқтырған анадан баласына берілуі мүмкін. Бір айта кетерлігі, сәбилерде ол ауру көбіне созылмалы түрде өтеді. Симптомдары білінбесе де, әр 4-ші балада бауыр қатерлісігі мен циррозын әкеліп соқтырады. Б гепатитіне қарсы вакцинаны сәби өмірге келе сала перзентханада, одан кейін 2 және 4 айлығында егетіні сондықтан, екпеден кейінгі жанама әсерлердің болуы өте сирек кездеседі. Бұл екпе нәтижелі әрі қауіпсіз. Вакцина компоненттерін көтере алмайтын жекелеген жағдайлардан басқа тұрақты қарсы көрсетілімдер жоқтың қасы. Созылмалы гепатит, бауыр циррозы мен қатерлі ісігі сияқты аурулардың даму қаупін төмендетуге Б гепатитіне қарсы профилактикалық вакцина ғана көмектесе алады.